Құрметті достар, бүгінгі сабағымызда біз Мұқағали Мақатаев атамыздың «Сенің көзің, түпсіз терең тұңғиықтан жаралған» деген әнін үйренетін боламыз. Бұл ән бізде екі шекте орындалады, және қағысы төмен-төмен жоғары, төмен-төмен жоғары. Яғни осы қағыс бізде көп кездеседі екен. Енді келесі кеттік. Бізде бірінші қатары ол 7-де 8. Яғни астыңғы шекте 7-ші перне, үстіңгі шекте 8-ші перне бас бармақпен аламыз. Және осы жерде бір қағыс қағамыз. Келесі бізде 8-де 10. Ол екінші сызықпен 8, ал 10-ші пернені үстіңгі шекте 4-ші сызықпен алады екенбіз. Бұлай. Екені жібереміз, және 8-10. Және осы жерде төмен жоғары. Және төмен-төмен жоғары. Яғни 5 қағыс болады. Бірінші қағысымыз біздің 7-де 8, және келесі 8-де 10. Жалпы қосқанда 6 қағыс болады екен. Осыны 2 рет қайталаймыз. Енді келесі бізде осыны тағы да қайталаймыз, бірақ ең соңғы бізде төмен жоғары қағысымыз қайтадан 7-8-ге ауысады екен. Сол бұлай міне. 7, төмен, және қайтадан 7-8. 6 қағысымыздың бірінші және соңғы 2 қағысы 7-де 8 болады. Сонымен бізде 3 рет болады. Келесі қайтадан төмен 7-де 8, және 5-де 7-ге ауысамыз. Бас бармақ және бірінші сызықпен төмен, жоғары, төмен. Осы бірінші қатарын қосайық. Енді келесі бізде екінші қатары 5-де 7-ден басталады осы жерде, төмен, және 7-де 8-ге ауысамыз. Мына жерде 8-де 10-ға ауысқанымыз сияқты, бұл жерде 7-де 8-ге, үстіңгі шекте 8, үшінші сызықпен, астыңғы шекте 7, екінші сызықпен аламыз. Кеттік. 5, 5, 2 рет болды, және үшінші рет. Төмен, 5, 5. Дәл мына жердегі сияқты, 7-дегі 8-дегі сияқты, төмен, және қайтадан 5-де 7 төмен, және 3-де 5 төмен, жоғары, төмен. Қосамыз енді екінші қатарын. Келесі үшінші қатары осы 3-де 5-тен басталады. Қайтадан төмен, және 5-де 7-ге ауысамыз.